Қайырлы күн достар, сіздермен Ұлжанай, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен 5 минутта дайын болатын 3 қана затты қажет ететін өте дәмді әрі жылдам салат дайындайтын боламыз. Ол үшін қажетті заттар видеода көрсетілген және де төменде описаниеден қарасаңыз болады. Ең алдымен жұмыртқаны осылай жарамыз және де оған дәміне қарай тұз бен бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң табаға сұйық май құйып, оны қыздырып аламыз. Және ол қызғаннан кейін осылай жұмыртқаның бір бөлігін саламыз және де оны қуырамыз бір жағын. Бір жағы осылай қуырылғаннан кейін оны аударып, екінші жағын тағы да қуырып пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды. Енді оны алып тарелкаға саламыз және де екінші бөлігін пісіріп аламыз. Яғни жұмыртқаның қалғанын. Осындай екі бөлік, екі рулет шығатын болады. Оны да бір жағын пісіріп тағы да аударамыз. Содан соң екінші жағын пісіреміз және де оны піскен соң алып тастаймыз. Жұмыртқа дайын болды. Енді оны суыға қоямыз. Оған дейін қиярды кесіп дайындап аламыз. Міне видеода көрсетілгендей, әуелі осылай қиярды кесесіз. Содан кейін осындай ұзынша етіп, барлық қиярды кесіп аламыз. Содан соң шұжықты, яғни колбасаны кесеміз. Оны да видеода көрсетіп тұрғандай кессеңіз болады. Яғни басты мақсат ұзынша етіп кесу. Сол кезде әдемі көрінеді. Содан соң суып тұрған жұмыртқамыз кесеміз. Міне осындай екі дөңгелек шықты. Соның бірінің үстіне бірін қойып, осылай рулеттик етіп ораймыз. Және де жанынан осылай ұзынша етіп оны да кесіп аламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп кессеңіз болады. Мінекей жұмыртқамыз дайын болды. Енді салатты жинауға кірісеміз. Ол үшін дайын тұрған жұмыртқаны, шұжықты және де қиярды үшеуін бір үлкен ыдысқа саламыз. Және де оған майонез қосамыз. Содан кейін сарымсақты үккіштен өткізіп немесе езгілеп қоссаңыз болады. Мен осындай ұсақ үккіштен өткіздім. Бір сарымсақты ғана қостым. Содан соң барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей салатымыз араласып дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай 3-5 минут қана уақытта дайын болады. Және де дәмі өте ерекше, тойымды салат. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Сәттілік!